Evening. Please be seated. Please be seated. жылдың 9 мамырында бүкіл әлемдік Ахмадия мұсылман жамаатының бас имамы, уәделенген Мәсіхтің 5-ші халифі Хазіреті Мырза Масрур Ахмед, Алла оған жардамшы болсын, Дания елінің астанасы Копенгагенде, Хилтон қонақ үйінде, оның құрметіне ұйымдастырылған арнайы қабылдауда негізгі баяндамасын жасады. Осы тарихи оқиғаға қатысқан 125-тен астам қонақтардың арасында саясаткерлер, ғалымдар, Дания үкіметінің мәдениет министрі, және дін министрі, және түрлі дін басшылары болған. Әзіреттің жасаған баяндамасын назарларыңызға ұсынамыз. Ұйымдастырылған шара Құран оқумен басталды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше рақымды Алланың атымен. All the distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace and blessing of Allah be upon you all. Құрметті қонақтар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Баршаларыңызға Алланың сәлемі, оның мәрхәмәті мен берекеті болсын. To sincerely thank all of our guests who have Ең алдымен мүмкіндікті пайдаланып, бүгінгі шарамызға шақыртуымызды құрметпен қабыл алған барлық қонақтарымызға шын жүректен алғысымды білдіремін. The Ahmadiyya Muslim community
Ахмадия мұсылман жамағаты исламдағы жамағаттардың бірі. whose purpose and objectives Оның are мақсаты мен міндеті айдан анық. we seek to Біз күллі bring адамзатты mankind жаратушы towards иеміз Құдай тағалаға жақындатуға God тырысамыз. Almighty. We seek to draw the Біз attention адамдардың of all назарын people өз жақындарына towards қатысты their міндеттеріне аударуға responsibilities тырысамыз. to their fellow man and Және to each бір-бірлеріне treat сүйіспеншілік one пен another жанашырлық пен құрмет пен қарайласуға шақырамыз. compassion and respect. And we desire Және біз бүкіл әлемде шынайы да тұрақты бейбітшіліктің орнығуын қалаймыз. Және соған атсалысамыз. in the world. We Ahmadi Muslims Біз Ахмади мұсылмандары, Ахмадия мұсылман жамағатының негізін құрушы адам, қасиетті Құран мен исламның ардақты пайғамбарының саллаллаху алейхи уассалам алдын ала айтқан көріпкелдіктері бойынша келген Мәсіх әрі имам Мағди екеніне сенеміз. and the Prophet of Islam, peace be upon him. Both the Holy Quran Құран кәрім мен ардақты Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам сөз еткен көріпкелдіктерінде уәделенген Мәсіхтің ақиқатын растайтын кейбір белгілер жайында айтылған. to the truth of the promised Messiah. And we believe Әрі біздің сеніміміз бойынша жамағатымыздың негізін құрушысының білдірген талабын қолдау мақсатында әлгі белгілердің барлығы күмәнсіз орындалғанды. community. Some of the signs related to the development Сол of the world, белгілердің кейбірі Мәсіх Мағдидің заманында әлемнің дамуымен байланысты айтылған. for example, it was foretold Мысалы, бір көріпкелдікте Мәсіх жіберілген кезде әлемнің түрлі өлкелерінде тұратын адамдарды бірге түйістіретін байланыс құралдары, жаңа технологиялар дамиды. developed to such an extent that people in different parts of the world Сол кездері баспаханалар мен бұқаралы ақпарат құралдары пайда болады делінеді. press and media had been established. Furthermore, the Holy Prophet Бұдан peace be бөлек upon ардақты him, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам уәделенген Мәсіх Мағдидің келгенін растау үшін аспаннан көрсетілетін ұлы белгі жайында айтқан. would accompany the advent of the promised Messiah. Ол белгі Рамазан айының белгілі бір күндері ай мен күннің тұтылуы еді. During certain prescribed days in the month of Ramadan. And following the claim of the Сөйтіп founder of the Ахмадия Ahmadiyya мұсылман жамағатының Muslim негізін community, құрушысы әлейхиссалам өзінің талабын білдіргеннен кейін бағанағы аспан белгісі 1894 жылы шығыс жартышарда және 1895 жылы батыс жартышарда керемет түрде дәлме-дәл орындалған. in 1895. Thus, having observed how the science and Осылайша prophecies Құранның және ардақты Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам айтқан белгілері мен пайғамбарлықтары оған қатысты сөзсіз орындалғанын көргендіктен we Ahmadi Muslims біз believe Ахмади our мұсылмандары жамағатымыздың негізін қалаушысы Әзіреті Мырза Масрур Ахмед Қадиянидің алейхиссалам үмметке уәде етілген Мәсіх әрі имам Мағди болғанына сенеміз. that he came as a beacon of truth. Ол исламның хақ және керемет тәлімдерін күллі әлемге жеткізетін ақиқаттың мәйегі ретінде келген. Islam to the entire world. He implored Ол әлем адамдарынан бір-бірлерімен бейбіт өмір сүрулерін өтініп сұраған. in peace and Және өзінің ізбасарларына адами жанашырлық және рақымшылық сипаттарын дарытуға тырысқан. human sympathy and compassion. Indeed, the promised Расында Messiah да уәделенген Мәсіх алейхиссалам бірде былай деген: to love mankind and Адамзатты show жақсы көру compassion және басқаларға жанашырлық таныту Құдай тағалаға құлшылық етудің маңызды түрі. Almighty and Және оның разылығы мен сыйына бөленудің керемет құралы. of attaining his pleasure and rewards. Therefore, according to our belief, Сондықтан біздің сеніміміз бойынша қашанға дейін мұсылман ер не мұсылман әйел адамдарға қатысты өздерінің міндеттерін орындамаса, онда олар Құдай тағалаға қатысты өздерінің парыз міндеттерін де орындай алмайды. to God Almighty. Indeed, on certain occasions,
Расында да кейбір жағдайларда жақын адамдарына қатысты міндеттер Алла тағалаға қатысты парыз етілген міндеттерді ығыстырып, оған басымдық беріледі. above and beyond the rights owed to Allah, the Almighty. In short, Islam stipulates that only when Бір сөзбен айтқанда, исламның қарастырмасы бойынша адам баласы басқа адамдарға, мейлі олар кім болсын, қандай сенімде болсын, оларға қатысты өз міндеттерін орындағанда ғана ол шынайы мұсылман санала алады. they believe, can he or she be classed as a true Muslims. Following his demise, Өделенген Мәсіх алейхиссалам 1908 жылы қайтыс болған соң, оның руханият мұрагері ретінде халифат институты құрылды. Institution of Khilafat, that is Caliphate, whose purpose was and continues to Оның be мақсаты әлемнің барлық жерлерінде исламның ақиқат тәлімдерін таратудағы өделенген Мәсіхтің миссиясын жалғастыру болып табылады. true teachings to all parts of the world. I shall now Қазір мен исламның ақиқат тәлімдерінің кейбір жайында айтып беремін. Және дін жайында кең таралған кейбір түсінбеушіліктерді түсіндіріп беруге тырысамын. Ислам адамзат баласына өшпенділіктің, жауыздықтың және кекшілдіктің барлық түрлерінен бас тартуға кеңес береді. Әрі оның орнына сүйіспеншілік пен өзара құрметтесуді ту етіп бірігуге шақырады. Ол қоғамның барлық салаларында және барлық адамдардың арасында бейбітшілік пен әділеттіктің орнауын қалайды. Осылайша Құран кәрімнің 5-ші сүресі 9-ші аятында Алла тағала былай дейді: Ей иман келтіргендер, әділдік пен куәлік етуде табанды болыңдар. Әрі бір қауымның өшпенділігі сендерді әділетсіздік жасауға бастамасын. Әділ болыңдар, ол тақуалыққа жақынырақ. Әрі Алладан қорқыңдар. Расында Алла сендердің не істеп жатқандарынан толық хабардар. Бұл аятта Алла тағала барлық адамдарға, олардың ішінде дұшпандарың мен қарсыластарына да әділ болуды, оларға арамдық жасамауды мұсылмандарға бұйырады. Осылайша ислам қандай жағдай болмасын, қатыгездік немесе заңсыз әрекеттер жасауға жол бермейді. Исламның ардақты пайғамбары саллаллаху алейхи уассалам әлемде діни бостандық пен толеранттылықтың өте биік стандарттарын орнатқаны күмәнсіз. Мұхаммед пайғамбардың туған қаласы Меккеде көптеген жылдар бойы мұсылмандар қудалаушылықтарға ұшырап келгендіктен, Медине қаласына көшкен соң, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам яхуди қауымына және басқа да мұсылман емес қауымдарына қалай қарайласып, оларды қалай құрметтегені бұған жарқын мысал бола алады. Медине тұрғындарының басым көпшілігі исламды қабылдағандықтан, олар ардақты Мұхаммед пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам қуана күтіп алды. Және оны өздерінің дін жетекшісі ғана емес, сонымен бірге оны мемлекеттің басшысы етіп сайлады. Бұған қарамастан, Мединеде біршама яхуди қауымы мен басқа да мұсылман емес қауымдар болған. Осылайша ардақты Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мемлекет басшысы болып сайланған соң, ол яхудилермен және басқа да мұсылман емес топтармен жалпыға ортақ дін бостандығы мен төзімшілдік ұстанымдарына негізделген бейбітшілік келісімін орнатқан. Осы келісім бойынша ардақты Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам яхудилер мен басқа мұсылман емес қауымдардың діни бостандықтарын қорғауға кепілші болды. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы келісімнің шарттарын ешқашан бұзбағанын тарих дәлелдейді. Және оның билік еткен заманында мұсылман еместердің діни құқықтары мен бостандықтары әрдайым қорғаулы болған.
This is a clear refutation Бұл шындық ислам антисемитизмге немесе діни дискриминацияның қандай да бір түріне жол береді дейтіндердің сөздерін жоққа шығарады. Another example of the magnificent Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам тамаша ахлақтық сипаттарының басқа мысалы, оған Ежран шаһарынан христиан делегациясы келген кезде көрініс бергенді. of Christians from the city of Najran. Upon learning Олардың ғибадат еткісі келетінін түсінген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам христиандық сенім нанымдарына сай мінәжат етулері үшін оларға өзінің мешітін ұсынған еді. Исламға қарсы тағылатын басқа айып ол қылыш арқылы зорлықпен таратылған делінеді. Бұл айыптың еш негізі жоқ, және ол шындықтан мүлдем алыс кеткен. Ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам өмірі кезінде және оның рухани орынбасарлары болған 4 ізгілікті халифтерінің ғұмырлары кезінде жүргізілген барлық соғыстар қорғаныс соғыстары болған. Сондықтан олар қорғануға мәжбүр болды. And even where war had been forced upon the Muslims, Мұсылмандар тіпті соғыс жүргізуге мәжбүр болған кездің өзінде олар бұған қарамастан басқа діндердің қасиет тұтатын жерлерін және олардың құрмет тұтатын тұлғаларын қорғауға тырысқан. Дегенмен, өкінішке орай, қазіргі әлемде ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам мүбәрәк мінез құлқына ауыр жалалар жабылып жатқанын көрудеміз. Тіпті бірнеше жыл бұрын осы елде, Данияда, исламның негізін құрушысын саллаллаху алейхи уассалам масақи еткен және оны Құдай сақтасын, соғысқа арандатушы, соғыс құмар, империалистшыл көсеп ретінде суреттеуге тырысқан карикатуралар баспа беттеріне шыққан болатын. Ардақты пайғамбарға берілген мұндай әділетсіз суреттеме тарихпен жанаспайды және шындыққа жат. Шындығы сол, ардақты Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам барлық адамзат үшін тыныштық пен олардың құқықтарын орнатуға әмәнда ынтызар болған. Расында Алла тағала ардақты пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам меккеліктерге қарсы қорғаныс соғысын жүргізуге алғаш рұқсатын бергенде, бұл рұқсат тек исламды қорғау үшін емес, жалпы дін институтын қорғау үшін берілген. Міне сондықтан да Құран кәрімнің 22-ші сүресі 40-41 аяттарында Алла тағала айтады: егер басқыншыларды тоқтатпағанда, олар жазықсыз мұсылмандарға шабуыл жасаумен шектелмес еді. Олардың түпкі мақсаты діннің барлық түрлерін жою болатын. Алла анық айтты: егер меккеліктерге күш пен тойтарыс берілмегенде, онда бірде-бір шіркеу, синагога, ғибадатхана және мешіт немесе кез келген басқа діннің мінәжат ететін орны қауіпсіздікте болмас еді. Бұл аяттар айдан анық баяндайды. Мұсылмандарға қорғаныс соғысын жүргізуге рұқсат берілгенде, бұл рұқсат басқа жерлерді жаулап алу үшін немесе қатыгездік пен жауыздықты тарату үшін берілген жоқ. Бұл рұқсат барлық діндер мен басқа барлық сенім нанымдарды қорғау үшін берілгенді. Осыны ескеретін болсақ, онда нағыз мұсылмандардың ислам дұшпандарынан ардақты пайғамбар билік құмарлыққа және империя құруға ынталы болған деген сөздерін естігенде қатты қайғырады. Ардақты Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам билікке ұмтылған емес, және қандай да бір соғысқа исламды тарату үшін немесе басқаларды күш пен мәжбүрлеп мұсылман ету үшін қатысқан жоқ. Оның бар ынтасы бейбітшілік пен жалпыға ортақ діни бостандықты орнату болатын. Сондықтан нағыз мұсылманның міндеті барлық діндерді, мейлі ол христиан діні,
не яхуди діні, не басқа кез келген дін болсын, олардың барлығын құрметтеп қорғау болып табылады. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам соғыс кезінде тек соғысқа тікелей қатысқан адамдармен соғысу керек деп үйреткен. Ол бірде-бір жазықсыз адам еш уақытта шабуылға ұшырамасын деп қатаң нұсқама берген. Бірде-бір әйел, бала, немесе қарт адам ешқашан нысанаға айналмасын. Ол бірде-бір діни көсемге, діни қызметкерге, сонымен қатар бірде-бір ғибадат орнына шабуылдаушы болмаңдар деп үйреткен. Сондай-ақ ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ешбір адамға исламды күшпен қабылдаттыруға болмайды деп үйреткен. Осы бір игілікті тәлімдерге қарамастан, бүгінгі күндері жүргізіліп жатқан соғыстарда ретсіздікпен атылған оқ, тасталған бомбаларды үнемі көрудеміз. Соның салдарынан жазықсыз және қорғансыз бейбіт тұрғындар, әйелдер, балалар мен қариялар аяусыз қырылуда. Бұл орасан зор өкінішті тудырады. Осындай жабайы әрекеттерге қатысып жатқан мұсылмандар ислам атын қаралауда. Олар үзілді кесілді түрде айыпталуы керек. Дегенмен мұсылмандар арасында мұндай надандықтар мен зұлымдықтар орын алуы тиіс еді. Өйткені ардақты Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам олардың осындай күй ахуалдарын алдын ала көріпкелдікпен айтқан болатын. Ол сол кездері мұсылмандар өздерінің діни тәлімдерін толықтай ұмыт қалдырады деген. Бұндай жағдайлар Алла тағала исламды қайта жаңғырту үшін және оның шынайы тәлімдерімен жүретін ізгілікті жамағат құру үшін уәделенген Мәсіхті жіберген кезде орын алады. Further, it cannot be said that the non-Muslim world remain in Әрине, кейбір мұсылман емес алпауыт елдер бар. Олар біз тек бейбітшілікті орнату үшін күресудеміз дегендеріне қарамастан, таңдаусыз соғыс жүргізу арқылы әлемнің жер-жерінде жазықсыз бейбіт тұрғындардың өліміне немесе олардың жарымжан болып қалуларына кінәлі. Қалай болғанда да шындығы сол, қазіргі уақыттағы мұсылман өкіметтері адалдық, ұждандылық және бәріне ортақ әділдік секілді исламның шынайы негіздеріне сай басқармауда. Исламның шынайы тәлімдері қай жерде, қай кезде жүзеге асқан болса, оның көркем өнегесі мен игілікті әсерін барлығы бағалай білген. Мысалы, ардақты пайғамбардың екінші халифі Әзіреті Омардың уақытында, Алла оған разы болсын, ислам Сирияда жайылып, сол жерде мұсылман өкіметі құрылған еді. Сол өкімет билігі аясында елдегі христиан дінін ұстанатын азаматтарынан азаматтық салық жиналып алынды. Алайда кейінірек мұсылман үкіметі оларға салықтарын қайтарып берді. Өйткені Рим империясы бақылауды басып алғандықтан, мұсылман үкіметі қоғам мүшелерін қорғауға, олардың құқықтарын сақтауға қауқарсыз болды. Мұсылман көсемдеріне елден кетуден басқа амалдары қалмады. Бұл жағдай олардың қарамағында өмір сүрген мұсылман еместерге үлкен қаяу түсірді. Олар мұсылмандардан жалына қайтып келулерін сұрады және сол үшін дұға етті. Олар еш жалықтамастан қалауларын жария етті. Яки мұсылмандар оларға қайтадан билік етсе екен және Рим империясының әділетсіздігінен құтқарса екен деп. Кейін мұсылмандар қайтадан келе алғанда, бұл оқиғаны бірінші болып тойлаған мұсылман еместер болған. Өйткені олар білген, олардың құқықтары қайтадан қорғалатындығын. Әрине, алғашқы мұсылмандар барлық мәселелерде толықтай адал әрі әділетті болған.
submitted before Hazrat Umar. Мысалы, бірде исламның екінші халифі Хазіреті Омарға радиаллаху анху бір жағынан мұсылман, екінші жағынан яхуди дауласқан дауды шешіп беруге тура келді. Hazrat Umar found Екеуінің тиесілі уәждерін тыңдап болған соң, Хазіреті Омар, Алла оған разы болсын, шешімді мұсылманның еншісіне емес, яхудидің еншісіне шешіп берді. Сондай-ақ ислам басқа адамдардың көңіл күйін қалдырмауға, олардың сезімдеріне жара түсірмеуге үйретеді. Бірде ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи ва сәлем ең жақын, ең сенімді сахабасы Хазіреті Абу Бәкір радиаллаху анху бір яхудимен сөз таластырып отырып, ислам пайғамбарының дәрежесі Муса пайғамбардан әлде қайда жоғарырақ деп қалды. Мұны естіген яхуди дереу ардақты пайғамбарға саллаллаху алейхи ва сәлем болған мән жайды жеткізді. Сонда ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи ва сәлем яхудидің айтқандарын естіп болған соң, Хазіреті Абу Бәкірге яхуди адамның сезімін құрметтеуін керексін деп ескерту жасады. Even though what Hazrat Abu Bakr, the first successor of the Holy Prophet, Абу Бәкірдің радиаллаху анху айтқандары исламдық сенімге сай болғанына қарамастан, ардақты Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва сәлем мұсылман бұндай сөздерді яхудидің көзінше айтпау керек деп үйреткен. Өйткені бұл оған ауыр тиіп, оны ренжітуі мүмкін. Ардақты Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи ва сәлем бұл тәлімі өте дана және түрлі сенім нанымдағы адамдар арасында бейбітшілік орнатуда негіз болғанды. Бірақ бүгіндері сөз бостандығын желеу етіп, күн сайын пайғамбарлар мен әулие тұлғаларды мазақ етіп, келемеждеп жатқандығын көрудеміз. Ал ол пайғамбарлардың тәлімдерімен жүрген миллиондаған ізбасарлары бар екеніне мән берілмейді. Олар өздерінің әулие тұлғаларын соншалықты мәнерде мазақтап жатқандарын көре алмайды. Егер біз әлемде шынымен де бейбітшілік орнасын десек, онда біз сөздеріміз бен қылықтарымыздың артын ойлауымыз керек. Біз басқа адамдардың сенімдері мен құндылықтарына құрметпен қарауымыз керек. Бұл әлемнің көптеген жерлерінде қаланған реніш пен өшпенділіктің дуалдарын қиратуға жол ашады. Бейбітшілікті орнату сөзсіз қазіргі уақыттың ең маңызды қажеттілігі. Бұл біздің басты міндетіміз, басты мақсатымыз болуы керек. Бүгіндері байқап отырғанымыздай, кейбір мұсылмандардың зұлымқор, қатыгез әрекеттері көптеген қақтығыстарға едәуір себеп болғанды. Бұны ешкім жоққа шығара алмайды. Дегенмен, анығы сол, олардың бұндай қатыгездіктерге қатысып жатқандығының себебі, олар исламның шынайы тәлімдерінен мүлдем ұзап кеткенді. Сонымен қатар, кейбір мұсылман емес алпауыт елдер де өздерінің әділетсіз әрекеттері мен саясаттары арқылы қақтығыстарды тұтандыруда. Қалай болғанда да, егер кімде-кім Құран кәрімді оқып, ардақты Мұхаммед пайғамбардың өміріне саллаллаху алейхи ва сәлем теріс ұғым призмасы арқылы емес, әділдік призмасы арқылы қарап баға беретін болса, онда ол таяу арада ислам бейбітшіліктің діні екенін түсінеді. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи ва сәлем бар болмысымен бейбітшілікті қалағанын ол түсінеді. Олар Құранның тәлімдері күллі адамзатқа мейірім төккен тәлімдер екенін түсінеді. Бүгіндері біз өршіп бара жатқан тұрақсыздықтар мен жансақтық заманында өмір сүрудеміз. Сондықтан бейбітшілікті орнату жауапкершілігін әлемнің әр жеріндегі әр адам жекелей өз мойнына алуы керек.
continue to ignite and Қақтығыстар burn throughout the әлемнің world. жер-жерінде And тұтанып, so, let лапылдап us жанып not жатыр. be in any doubt Сондықтан алдымызда соғыс жазымы тұрғаны the күмәнсіз. shadow of a fateful war looms before us. Alliances and blocks Көз are алдымызда rapidly одақтар forming мен before блоктар our eyes. құрылуда. And so it is my grave fear Сондықтан біз that we ойлануға are еш charging кідірместен madly өте towards жойқын a үшінші дүниежүзілік соғысқа қарай бассыздықпен ұмтылып бара жатқан секілдіміз. Мен бұдан devastating қатты third қауіптенемін. world war without pause for thought. In fact, it would Расымен not де, be бұндай incorrect соғыстың to тамыры say тереңге that the кеткен roots десек of such a қателеспеспіз. war have already taken hold. If we wish to save ourselves and Егер more біз importantly, өзімізді құтқарғымыз келсек, we және wish ең to маңыздысы protect our балаларымызды children және болашақ and future ұрпақтарымызды generations соғыс азабынан from the және оның жойқын torment of зардабынан сақтап war қалғымыз келсек, and its онда біз destructive жаратушымыздың алдындағы consequences міндеттерімізді және бір-бірімізге қатысты міндеттерімізді орындауымыз керекпіз. Creator and the rights of one another. We must care Біз for and нәсілдік, respect касталық each other және діни ерекшеліктерімізге қарамастан бір-бірімізге қамқор болып, бір-бірімізді құрметтеуіміз керекпіз. or color. And we must value Сондай-ақ and біз respect the бір-біріміздің religious діни and және national ұлттық сезімдерімізді sentiments of қадірлей one білуіміз керекпіз. another. There is no doubt that the Muslim Мұсылман governments үкіметтері today өздерінің адамдарына қиянат fail жасап, their people олардың and құқықтарын have unjustly әділетсіздікпен seized басып their алғаны rights. еш күмән And тудырмайды. consequently, extremists Соның нәтижесінде экстремистік and және terrorist террористік groups топтар have жағдайды taken пайдаланып күш advantage жинап алды. and gained in strength. Those groups are now Бұл топтар бүгінгі күндері былық пен қиратушылықты мұсылман әлемінде ғана емес, not only in the сонымен Muslim қатар олар өздерінің террорлы ауларын батысқа да жайып отыр. their network of terror to the West. Thus, a fear of Islam Сол себепті исламнан және мұсылмандардан үрке қорқу үйреншікті жағдайға айналып, ол одан ары ұлғайып барады. Мен тағы да түсіндіріп кеткім келеді. Әлгі мұсылман сымақтардың жан түршігерлік әрекеттері дін тәлімінен берілген көрініс емес, олардың бұлай істеуіне олардың жеке мүдделері итермелеген. Осы айтқандарымды ескере, батыстың көсемдері мен саясаткерлерін өз міндеттерін ұғынуға шақырамын. Және бұны олардан өтініп сұраймын. Және олар өздерінің саяси және қаржылай пайдалары үшін мұсылман көсемдерімен жақсы қарым-қатынаста болудың орнына, олар өздерінің бар ықпалдарын пайдаланып, мұсылман үкіметтерін бейбітшілік құру жолына бағыттап, оларға шын пейілмен көмек көрсетулері керекті. Үйтпегенде, бүкіл әлемде бейбітшілікті қиратқандары үшін олар да тең жауапкершілігін көтереді. Өткен жылы бұл жаққа көптеген босқындар келгендіктен, бүгіндері Еуропа тұрғындарында қорқыныш пен үрей көбеюде. Refugees have entered this continent over the past year. It should be kept in mind. Босқындардың басым көпшілігі өз отандарында аяусыз қатыгездіктер мен жойқын алапаттарға ұшырағандықтан, олар батыстан пана іздеді. Бұны ескерген дұрыс. They have faced in their own countries. However, the truth is that no single country. Алайда бірде-бір ел, бірде-бір құрлық соғыстан қираған елдерін тастап шыққан миллиондаған адамдарды өзіне сіңіре беруге шамасы жетпейді. Бұл шындық. Сондықтан жалғыз шешім олардың отандарында бейбітшілік орнатуға шынайы негіз құрып, ол жерлерде орын алып жатқан қатыгездіктерді тоқтатуға тырысу керекті. Сондықтан мен тағы да қонақтардан, әсіресе арамызда отырған саясаткерлер мен ықпалды тұлғалардан бүкіл әлемге бейбітшілік орнату жолында қызмет етуде бірде-бір мүмкіндіктеріңізді жібермеулеріңізді өтініп сұраймын. Өйткені бұның кері көрінісін көру адам төзгісіз. Әлгінде айтқанымдай, үшінші дүниежүзілік соғыс екпіндеп жақындап келеді. Егер оны бастапқы жолында тоқтата алмасақ, онда оның апатты зардабы күмәнсіз бірнеше буын ұрпақтарымызға дейін жалғасады.
because a world war today is Өйткені more ендігі than дүниежүзілік likely соғыс to ядерлық қару қолданатыны include әбден the ықтимал. use of nuclear weapons. The effect of such a war Мұндай соғыстың are зардабын елестету де, оймен қамту да and мүмкін емес. impossible to comprehend. May Allah grant sense and wisdom Алла to the тағала people of әлем the world адамдарына саналы ақыл мен даналық дарыта көрсін. through Ол өзінің шексіз His мейірімі мен infinite grace and рақымдығымен mercy бізді қорғай көрсін. protect all of Және us адамзатқа and бір-бірімен enable бірге mankind to live бейбітшілік пен together келісімде in өмір сүріп, peace, барлық harmony, уақыттарда бір-бірінің and fulfill құқықтарын each қорғауға other's мұрсат rights бере at all көрсін. times. May we soon Жақын уақытта біз бүгінгі қырғын қақтығыстардан шығып, барлық халықтар мен барлық топтар бір-бірімен іргелес ғұмыр кешетін және сүйіспеншілік, жанашырлық, адамгершілік рухы басым болатын жарқын болашаққа бет алайық. compassion Ләйім and солай болғай. humanity prevails. With these words, I would like to Осымен once again сөзімді аяқтап, бүгін бізбен бірге болғандарыңыз үшін тағы да барлықтарыңызға алғысымды білдіремін. Thank you very much. Көп рахмет. It is our tradition that we end such gatherings with a silent prayer led by Ұйымдастырылған шара Әзіреті Мырза Масрур Ахметтің жетекшілігімен үнсіз дұға етумен аяқталды. I will now humbly request His Holiness to lead us in silent prayer. A silent prayer. Amen.